Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ болып шығатын керемет пирожкидің рецептін бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін толық көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ең алдымен осындай астысымызға бір кесе жылы суымызды құямыз үстіне, одан кейін оның үстіне шай қасықпен кішкентай ғана дрожжымызды саламыз. Шай қасықпен дрожжымызды саламыз. Одан кейін дәл осы шай қасықпен мен секер салдым. Секер салсаңыздар да болады, немесе салмасаңыздар болады. Мен кішкене тәттілі болу үшін, балаларға ұнау үшін осылай шай касемен секерімді салдым. Және де оның үстіне кішкентай осындай қасықпен тұзымызды саламыз. Одан кейін үстіне осындай сұйық майымыздың ас қасықпен 2 ас қасық салсаңыздар болады. Мен мұнда көз мөлшерімен салып жібердім. Енді кезекті жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай сіздің көмегімен касемізді, осы ұнымызды салып, ең алдымен осы вилканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Одан кейін ары қарай қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр елегеннен кейін осылай қамырымызды қойып, орналастырып, үстін осындай орамалмен жауып, 1 сағаттың көлеміне жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді кезекте қосатын салмасын дайындайтын боламыз. Мен мұнда капустадан дайындап жатырмын. Ең алдымен капустаның осындай беткі қабақтарын алып тастап, жіңішкелеп, уақтап турап алатын боламыз. Дәл солай, ары қарай картопты да солай 5-6 картоп қостым ішіне. Міне дәл осы картопты қосып, тоже онда осындай кішкене уақтау қылып турап алатын боламыз. Енді кезекте біз осы начинкаларымызды дайындайтын боламыз, яғни қуыратын боламыз. Кішкене осындай жуамыз салып, сұйық майдың ішіне салып, осылай қуырып аламыз. Одан кейін капустаның үстіне қыттай морковты теркіден өткізіп жібердім. Күшті тәтті дәм болады. Одан кейін осылай картопымызды салып, үстіне кішкене мына начинкаларымызды қосамыз. Тұзымызды, бұрышымызды, приправамызды қосып, кішкене үстіне су қосып, су тартылғанша 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне достар, менде қамырым осыншалық көтерілді, жұмсақ болып, енді кезекте қамырымызды осылай жаятын боламыз. Жайғанда осындай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Міне осындай бірнеше бөліктерге бөліп алып, начинкамыздың ішіне салып, пирожкимізді жасайтын боламыз. Достар, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар, және де менің YouTube каналымда қыстық салаттардың рецепті бар. Барлығын көрсеңіздер болады. Ссылкасын төменге тастап кететін боламын. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Енді кезекте осылай бәрін кезек-кезек орналастырғаннан кейін үстіне уже жұмыртқаның сарысын жақтым да, одан кейін үстіне кунжут, өз қалауларыңыз бойынша әдемілігі үшін мақ қоссаңыздар болады. Міне 180 градус температурада пісіріп аласыздар. Міне достар, дайын.